қыңсылай қайта басын төмен түсіріп, жайғасып жата кетті. Үй жаққа қарасам, қап-қараңғы екен. Үйдегілер қалың ұйқыда жатқан секілді. Қайсардың 100 күндік асына дайындаламыз деп мал сойып, күні бойы шапқылап, барлығы шаршап, қалың ұйқыда жатқан болар деп ойладым. Мен кетсем, олар мені жерлеуге қиналмайды. Құран оқып, жаназамды шығарғанға да барлығы дайын еді деп ойладым іштей. Пенденің басына не келіп, не кетпейді десеңші. Осындай ойдың тұңғиығына батып, бір шама уақыт мына жалған дүниемен қоштасқандай тұрып қалыппын. Жаздың салқын лебі бойымды желпіп өткенде денем бір түрлі тітіркеніп кетті де, ойымды жинақтап ала қойдым. Сөйтіп, сарайға кіріп, фонарикті жағып, шетте тұрған бөшкені алып, ортаға қойып, орындықпен үстіне шықтым. Халатымның бауын жақсылап байлап, мойныма тақтым да, тілімді калимаға келтіріп, аяғымның астындағы бөшкені итеріп кеп жібердім. Тамағыма халатымның бауы батып, қырылдап, екі қолыммен ауа қармап дем жетіспей бара жаттым. Жаным көзіме көрініп, алыстан аппақ сәуле ұшқындай бастады. Сол сәуленің сызығымен Қайсарым маған қарай асықпай әр қадамын санағандай ақырын жылжып келе жатыр. Мен болсам, тез келсеңші, қиналып барамын, құтқаршы мені деп айқайлап жатырмын. Ал ол сонда да асықпайтын секілді. Бір кезде желдей жылдамдықпен жаныма келіп, мойнымдағы бұғауды шешіп алды. Құшағына басып, «Жанна, неге бұлай жасадың? Ұлыңды қалай тастап кетпексің? Ата-анамызбен бауырларымызды ше» дейді. Мен болсам, оның мойнынан қатты құшып, «Қайсар, сенсіз өмір сүре алмаймын. Мені мұнда ешкім түсінбейді. Мен қатты қиналып кеттім» деп жатқанымда, ол мені құшағына қатты қысты. Сол кезде оның жүрегінің дүрсілін жақыннан сездім. Екеуміз ауада қалықтап ұшып барады екенбіз. Я Алла, өз-өзіме қол жұмсасам да, мені қабылдаған екенсің ғой деп қуанып келемін. Бір кезде енемнің жылаған дауысы естілді. Артынша ұлымның шырылдап жылаған дауысы құлағыма анық естілді. Іштей мен екі дүниенің ортасында қалып қойдым ба деген ойдан шошып, көзімді ашсам, төбемнен төніп тұрған Қайсар ма, әлдекімнің бұлдыраған сұлбасы көрінеді. Жан алғыш Әзірейіл періштеме деп ойладым. Әлгі сәуле шамның жарығы секілді болып кетті ме? Бір кезде жаңағы сұлбалар көбейіп кетті. Көкірегіме жұп-жұмсақ, кіп-кішкентай ұлымның қолы тигенде, оның иісін сездім. Осы кезде жанымдағылар анық көріне бастады. Қарасам, өз бөлмемде, ұлым құшағымда, жанымда атам мен енем, екі қайынсіңілім, қайынінілерім барлығы маған қарап, енем мен қайынсіңілерім жылап жатыр. Я Алла, мың шүкір, есін жидау әйтеуір деп жатыр. Сөйтсем, қайным, Жансерік, мен сыртқа шыққанда ояу жатқан екен. Мен ол жатқан бөлменің терезесінің тұсынан көбірлеп өткенімді байқап қалыпты. Мені дәретханаға шыққан болар деп ойлаған екен. Сосын мен кері қайтпаған соң, сырттағы иттің үргенімен сарай жақтағы сықырды естіп, жарықты көріп келген бетте, менің асылып, қиналып жатқанымды көріп, халатымның бауын үстіндегі ағашымен бірге барып, жұлып алып, есім кіресілі шығасылы сандырақтаған мені көтеріп алып, үйге алып келген екен. Мен есімді жия алмай, бір шама уақыт сандырақтап жатыппын. Содан атам қазақылықпен дұға оқып, маған дем салып жатып, есімді жиған екенмін. Осылай үлкен қателік жасап, өмірден өте жаздадым. Жансерік болмағанда, ұлым тол жетім болып қалар еді. Енем мен қайынсіңлерім түнімен жанымнан шықпады. Таңға дейін көз ілмей жанымда отырды. Таң атағана мен талықсып ұйықтап кетіппін. Ертесінде өзімді бір қалыпты сезініп, орнымнан тұрып, мойны жабық киімімді киіп, орамалымды тартып, ештеңемді білдіртпей, күйеуімнің 100 күндік асына келген қонақтарға қызмет етіп, келіндік міндетімді атқарып жүрдім. Кеше түндегі іс-әрекетіммен
үйдегілерден қатты қысылдым. Таңертең енеме түндегі оқиға жайлы ешкімге айтпауларын өтінген едім. Енем енді бұлай қайталамауымды жылап отырып өтінді. Мен ақмақтық жасағанымды мойындап, мұндайды ендігі қайталамауға уәде берген едім. Ет жақындарымды, тіпті ұлымды ойламай өз-өзіме қол жұмсауға, осындай қорқынышты қадамға қалай барғанымды білмеймін. Егер қайным Жансерік болмағанда, о дүниелік болар ма едім. Марқұм күйеуім Қайсарға құран бағыштап, 100 күндік асын өткіздік. Қаладан ата-анам, аға жеңгелерім де келді. Маған жиналып теріле бер, 1:07-ден соң келіп алып кетеміз деп, үйдегілерге де айтып кетті. Барлығының ұнжырғалары түсіп қалды. Дегенмен, басқа салған баспақшыл дегендей, тағдырға мойын сұнып, мен де іштей кетуге дайындала бастадым. Ертесіне Жансерік ерте тұрып, барлығымызды таңғы асқа жиналуымызды өтінді. Атамның алыста тұратын 1-2 туысы, қайын сіңілерім де үйде еді. Сөйтіп, барлығымыздың жиналған соң, Жансерік отырып, бір кезде атам мен енеме қарап, сіздерге айтар, маңызды шаруам бар дегенінде, кіші қайын сіңілім, үйленесің бе деп, қулана жымиып, одан бұрын оның ойындағысын айтып қойғандай еді. Сөйтіп еді, Жансерік қатулы қабағымен қарындасына бір қарады да, оның жауабын таңдана күтіп отырған барлығына қарап, «Иә, Назош айтқандай үйленемін» деді. Әрине, мен кеткен соң апама келін керек. Өзі Қайсардан айырылғалы, қайғыдан шөгіп, жанары құрғамай жүр. Жансеріктің мұнысы дұрыс болған екен деп ойладым. Артынша атам, бала, алайда ағаңның топырағы кепсін, жылы өтсін де, сосын үйленерсің деп еді. Жансерік, жоқ әке, мен күте алмаймын. Оған дейін кеш болады. Ескіліктен келе жатқан дәстүріміз бар емес пе? Әмеңгерлік деген. Аға өлсе, жеңге мұра дегендей, мен жеңгеммен арманға жесірлік пен жетімдікті көрсеткім келмейді. Жанна қарсы болмаса, оған үйленсем деймін. Жылы орнынан кетпесін. Ағамның тұяғы өз үйінде өссін. Мен оларды өз қамқорлығыма алғым келеді дегенде, жүрегім қысылып, аузыма тығылды. Барлығы аңтарылып қалды. Өлі тыныштықты кемсеңдеп жылаған енем бұзды. Жакош, балам-ау, кемеңгерлігіңнен айналдым. Әкең екеуміз саған осыны айтуға батпай жүредік. Өзің сезген екенсің ғой деп, көзінен аққан жасын сүртіп, атам екеуінің жанарында бір үміт пайда болғанда еді. Барлығы сұраулы жүзбен маған қарады. Сен не дейсің? Келсесің бе дегендей қарап қалған соң, мен не айтарымды білмей, орнымнан ұшып тұрып, жүгіре басып, бөлмеме кіріп кеттім. Менің жолым үлкен болғанымен, Жансерік менен 4 жасқа үлкен болатын. Қайсарға қарағанда мығым денелі, салмақты жігіт болатын. Жүзі күнге тотыққан, жауырыны қақпақтай, сымбатты жігіт еді. Әскерден келгелі, әркім өз қайғысымен болып, екеуміз ашылып сөйлеспеген дедік. Дегенмен, кей кездері қу нәпсі денеңді жыланша жыбырлатып, еркек иісін аңсайтының анық. Сондайда, сарай жақта беліне дейін жалаңаштанып алып, күнге тотыққан, сымдай тартылған, қара торы денесі жіпсіп терлеп, күнге жалтырап, отын жарып жатқан Жансерікке ұрлана қарайтыным өзіме жасырын емес еді. Мен өлім құша жаздағанда, Жансеріктің мен қапсыра құшқаны, оның жүрегінің дүрсілі санамда жасырын қалып қойған еді. Жансеріктің туыс сыртымнан маған қарап қалатынында сезетінмін. Арамызда болмашы көрінгенімен бір байланыс бар еді. Мен ойланып отырғанымда бөлменің есігі ашылып, ішке Жансерік кірді. Атамдарға өзім сөйлесемін дегенге ұқсайды. Сөйтіп, ояу жатқан арманды көтеріп, мойнынан иіскеп еді. Ұлым шықылықтап күле бастады. Жансерікті бетінен ұстап, оған бауыр басып қалғандай, еш жатырқамайтын. Үйдегілердің барлығын дауыстарынан танитын. Оларға қарадым да, іштей,
ұлымды өз әулетінен қалай жырып әкетемін деп жүрегім ауырды. Жансеріктің оған жақсы әке болатынын ішкі түйсігім сезіп, қайным сөзін бастамай тұрып, мен: Жансерік, бұл ескі салт дәстүрді менің естігенім бар еді. Алайда осындай жағдай менің басымнан өтеді деп ешқашан ойламаған едім. Тағдыр десеңші. Адамның басы Алланың добы дегендей, Алланың қалауы болады деген екен ғой. Менің басқа амалым бар ма? Мен енді ұлым үшін өмір сүремін. Қайсар ағаңды ешқашан ұмытпаймын. Ол мәңгілікке менің жүрегімде болады. Сен тек мені аяғаннан үйленгелі жатқан жоқ шығарсың. Өз өміріңді құртып жатқан жоқсың ба? Бұл қадамға ойланып, ақыл таразысына салып, келіп отырған шығарсың деп сенемін. Кейін өкініп жүрмегейсің. Арамызда ең болмағанда сыйластық болса, соның өзі маған жеткілікті. Ұлым екеуміздің тағдырымызды өзіңе тапсырдым деп, бір түрлі көңілім босап кетті. Сөйтіп едім, Жансерік арманды алдын алып, жаныма отырды. Сөйтті де: Жанна, өткенде сенің асылып қиналып жатқаныңды көргенде, сенің мен үшін өте қымбат адам екеніңді түсіндім. Өзің сандырақтап жатқанда жалғыздықтан қатты қиналып жүргеніңді айттың. Ата-анаңа барғанда да жалғызсырап қиналасың ғой. Жассың әлі. Бар өмірің алда. Мүмкін кейін тұрмысқа шығар ма едің. Бірақ арманға ешкім өз қанындай жақын болмайды ғой. Мен сендерді жылатпай, жоқшылық көрсетпей, ағам сені қалай жақсы көрсе, мен де солай бауырыма басып, сүйіп, сыйлап өтуге уәде беремін деді. Сөйтіп, иығымнан ұстап, өзіне тартқанда, оның алақанының ыстығына денемді от шарпығандай болды. Мен үнсіз ғана келісемін дегендей басымды изедім. Сөйтіп, менің шешіміме ең алдымен ата-енем көздеріне жас алып қатты қуанды. 1-7-ден кейін ата-анам келгенде үйдегілер бір қой сойып, ең жақын туыс, туманы ғана шақырып, ата-баба салтымен молда шақырып, некемізді қиып, мен қайнымен қосылдым. Ата-анам бастапқыда таң қалып, қарсы болғанымен, кейін әкем: бұл да дұрыс шығар. Немерем үйленген жерінде баға ашылып кетсе, жыламаса, бар тілерім осы деп батасын берді. Мен осылай әмеңгерлікпен екінші рет қайнымен отбасын құрдым. Өзім ерте піскен қыз едім. Шынымды айтсам, күйеуім қаза болғаннан кейін түндерде оның ыстық құшағынан аңсайтынмын. Босанғаннан кейін әйел адамның табиғаты да өзгереді екен. Төсекке деген көз қарасыңда басқаша болады екен. Гармондар ойнап, еркек иісін аңсайды екенсің. Сөйтіп, алғашқы түні өзімнен 4 жас үлкен қайнымның қойнында жатқанымда төсек ләззатын басқаша сезіндім. Шымыр денелі Жансерік мені аймалап сүйіп, қапсыра құшып, таңға дейін төсек ләззатына бөлендім. Денемді жыбырлатқан нәпсі деген жыланның жетегінде кеттім. Бұл өзіме жасырын емес еді. Сол түннен кейін Жансерікке деген құштарлығым оянды. Бастапқыда бұл сезімім үшін марқұм Қайсардың алдында өзімді бір түрлі кінәлідей сезініп, іштей одан кешірім сұрадым. Бірақ оның шаңырағының түтінін түтетіп, ұлын өз әулетінде өсіріп отырғаным мені ақтайтындай еді. Бастапқыда ауыл арасында біздің ескі дәстүрмен, әмеңгерлік салтымен үйленгеніміз біраз әңгіме болды. Тіпті Жансеріктің бір сыныптасы қалжыңдап: «Жако, жеңген қалай екен? Жеңгенің бір саны қайындікі дегендей, жеңгенікі тәтті мекен» дегенінде Жансерік оның тұмсығын бұзып, біраз уақытқа дейін араласпай қойған болатын. Кейін әлгі сыныптасы өзі келіп кешірім сұрады. Әмеңгерліктің жақсы да көңілге кірбің салар тұстары да бар екен. Бірақ уақыт өте барлығының көздері үйреніп, ауыл арасындағы әңгіме өсек тиыла бастады. Қазіргі таңда мен бақыттымын деп айта аламын. Жансерік уәдесінде тұрып, бірге бақытты отбасын сыйлады. Арман 6 айдан асқанда менің аяғым ауырлап қызды болдық.
Кейін атам Шымкенттен жер телімін сатып алып беріп, сонда үлкен үй салып, еншімізді алып бөлек шықтық. Жансерік қаладағы базар маңынан кішігірім асхана мен дүкен ашып, кәсібіміз дөңгеленіп, өзіміз мейрамхана сатып алдық. Жанында азық-түлік сататын дүкені мен дәріханасы бар. Жансерік өте пысық, епті жігіт болып шықты. Кез келген адаммен тез тіл табыса алатын. Саудаға, есепке де мықты еді. Мейрамхана мен дүкен барлығының есебін өзі жүргізіп, даяршылардың да өзі басқаратын. Ал мен қалада медбикенің оқуын оқып алдым. Ауылға ата-енеме жиі барып тұрамыз. Ата-анам, бауырларымен де бір қаладамыз. Олармен де жиі көрісіп тұрамыз. Қазіргі күніме Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Мені қайта өмірге әкелген Жансерікке ризамын. Ол болмаса, тағдырым қалай болар еді, білмеймін. Әмеңгерлік салтымен екінші рет тұрмысқа шыққаныма өкінбеймін.